Ақтауда 20 миллион теңгеге жасалған әткеншек пен жасанды гүлзар сынып қалды. Бюджеттің осыншама ақшасы желге ұшты деп даурыққан халық әлеуметтік желіні шулатты. Шенеуніктер бүлінген заттарды жөндеуге мердігерлер міндеттелгендігін айтады. Жазира Әбіл толығырақ. Құны 5,5 миллион теңгеге жасалған заманауи ағаш үй деп аталатын әткеншек шаһардың орталық көшелеріне осыдан 10 күн бұрын ғана орнатылған болатын. Бірақ оларды жерге бекіткен шынжырлар үзіліп қалған. Астылар үзіліп кеткен, біз байқаусызда отырғызып қойып отырмыз немерелерімізді. Үлкен жастағы адамдар келіп отырады, балдар, үлкен жасөспірімдер отырады, конечно. Сол үшін маған тыйымды қылып, мынаны дұрыс жасаса, Ақтауға жақсы әдемі дүние керек, сапалы болған өтінемін. Қалаймыз соны, сұраймыз соны. Сол көшенің бойына қойылған гүлді алаңдағы пластикалық қызғалдақтар да үзіле бастады. Кейбіреулері сынып, электр сымдары ашық жатыр. Жобаға 15 миллион теңге жұмсалған. Әткеншекте жаңа гүлдер алаңы да тапсырылмаған қала әкімдігіне, мердігер мекемеге тапсырма берілді, қайтадан қалпына келтіріп қатайтып қояды. Ал гүлдер алаңы бойынша қазіргі таңда ояқта жұмыстар жүргізілуде. Әкімдігінің теңгеріміне бергеннен кейін арғарта күтіп ұстау жұмыстарын мердігер мекеме өзі жүргізетін болады. Бұл екеуі де 4 нысаннан тұратын кешенді инсталляцияның бір бөлігі. Енді қалған жұлдызды аспан мен теңіз жағасындағы әткеншектерге жұрттың күдігі күшейген. Айта кетейін, кешенді жобаның жалпы құнына қалалық бюджеттен 43 миллион теңге бөлінген. Жазира Әбіл, Мұхаммед Шатқам, Атамекен бизнес арнасы, Ақтау.